Сейф үшін сигнализацияның модулі, миы, кодтары, сигнализация қоятын сандар болады. Артында зарядтайтыны және де сигнализацияның отдельный сиренасын улайтын жері. Сиренасы болады. Одан басқа датчик движения және де есікке қоятын датчигі болады. Зарядтайтын USB мен зарядчигі 2 плют. Осы комплектация ішінен шығады және де инструкциясы қалай қосуға болатын. Сигнализацияны қосу үшін бірінші біз QR кодты түсіріп, iPhone мен болмаса Samsung, Android пен приложениені тартып аламыз. Суретке түсіріп ашып алдық и downloadты басамыз, тартып аламыз. Приложениемізді скачать етіп алдық. Бір телефонмен көрсетіп берді, Android пен. Мына жерде өткізу деген басамыз. Келесін басамыз и осы жерде регистрация жасаймыз. Поштамызды жазып. Поштаға код келеді, ол кодты кіргізіп, өзіміздің личный данныйларымызды растаймыз и приложение кіреміз. Приложениенің бірінші беті осылай болады. Бұл жерде ештеңе жазылмайды. Модулімізді қосамыз. Мына жерде on-off деген артын ашқан соң on-off деген болып қосамыз. Егер де қосылмаса, зарядқа тығып, сонымен қоссаңыз болады. Мына модуліміз қосылды. Енді приложениеден модулімізді тауып аламыз. Оның үшін біз 8 санын басып, звездочканы басамыз. Телефонның плюс батырмасын басып, бірінші қосуды басамыз. Міне бізде тауып тұр, соған қосыламыз. Мына жерде телефонымызды Wi-Fi қосып алып, Wi-Fi-дің паролін қосамыз. Бұл модуліміз Wi-Fi мен жұмыс жасайды. Wi-Fi-дің кодын жазып, міне қазір уланып жатыр біздің модульмен. Қазір мына біткен соң. Телефонымыз біздің модулімізге уланды и автоматический модуліміз біздің уақытымызбен бірдей телефонмен 11-29 сразу уақытына тұрлап қойып қояды. Сиренамызды біздің модульге қосатын боламыз. Артын ашамыз и мынау наушникіне осыған тығатын жеріне сирена деген жазу бар. Соған қарай тығып қоясыздар. Келесі кезекте датчик движениямызды қосып аламыз. Бұл қосылмаса зарядқа қойып бір зарядтап аласыз. Артынан мына жер on-off деген кнопкасы бар. Батырмасы соны басамыз. Бізде мына жерде қосылды. Сосын мынауымыз өзі автоматически уже свет жанады. Жанып тұр, қазір маған көрініп тұр. Сіздерге көрініп тұр ма білмеймін. И аксессуар дегенді басамыз. Автоматически қазір. Міне датчиктер магнетик, датчик деп іздеп шығады міне. Сигнализациямыз шалып тексеріп көреміз. Қазір жабылды. Енді аштық. Сирена. Міне өшті. Енді есіктің датчигінде бұлай осы жерден көрсетіп тексеріп көреміз. Мынаны жапсып тұрамыз и басамыз. Жабылды. Міне болды. Датчик дверімізде істеп тұр. Датчик движениемізді барлығымыз істеп тұр. Телефонға да ұлап қойдық. Телефонға да сообщение келіп тұр бізде.